Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын пирогтың жасалу жолын үйретемін. Өте тез дайындалады, дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып қойыңыз. Жаңа видео шыққанда мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Содан соң қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Енді пленкаға салып, холодильникке тұндырып қоямыз. Тұнған қамырымызды пергамент қағазға салып, домалақ етіп жайып аламыз. Жұп-жұқа етіп. Қамырымыздың жандарын осылай домалақ етіп түзелеп шығамыз. Жандарын түзелеп болдық. Енді пышақпен осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Минекей бөліктерге бөліп алдық. Енді ортасына вареная сгущенка жағып шығамыз. Начинканы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, қаласаңыздар вареная сгущенка, қаласаңыздар варенье, немесе кураганы мясорубкадан өткізіп, тоже қолдансаңыздар болады ортасына. Осылай домалақ етіп вареная сгущенканы жағып шығамыз. Жағып болдық. Енді жандарын осылай қайтарып шығамыз. Бәрін қайтарып алдық. Енді листімізге салып аламыз. Содан соң
жұмыртқаның сарысын осылай жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болдық. Енді грек жаңғағын осылай қойып шығамыз. Осылай әдемі етіп қойып шықтық. Енді вареный сгущенканың үстіне ұсақталған орехтерді осылай сеуіп шығамыз. Мінекей қыздар, осындай әп-әдемі болып шықты. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз, қызыл болғанша. Міне қыздар, пирогымыз дайын, өте сондай дәмді, жұп-жұмсақ. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ас болсын!